Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын бургердің рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Бургерге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылған. Бургердің нанын дайындаймыз. Бұл үшін ыдысымызға 300 мл сүт құямыз. 300 мл су құямыз. 2 үлкен қасық қант саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық ашытқы саламыз. Араластырамыз. 60 грамм ертілген сары май саламыз. Араластырамыз. 700-800 грамм ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Бетін кішкене сұйық маймен майлап қоямыз. Бетін осындай пакетпенен жауып, орап қоямыз. Жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Бургердің котлетін дайындаймыз. Ыдысымызға 600 грамм тартылған ет саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық шашлычный приправа саламыз. Бұрыш саламыз. 1 шай қасық паприка саламыз. 50 грамм су құямыз. Су бұл котлеттеріміз сочный болу үшін осылай жақсылап араластырамыз. Енді котлеттерімізді жасаймыз. Бұл үшін осындай пергаментный бумаганы бүктеп бөліктерге бөліп аламыз. Бір пергаментный бумагадан 6 бөлек шығады. Енді котлеттерімізді алдымен осындай домалақ формада жасап аламыз. Бұл домалақ формамыз шамамен 150-160 граммнан болады. Менде 6 котлета шықты. Енді осылай екі жағын басып, котлеттің формасын жасаймыз. Осылай пергаментный бумагаға жұқа қылып төсеп шығамыз. Қалған котлеттерімізді дәл солай екі жағын басып, жақсылап жайып шығамыз. Жұқа болғаны жақсы, себебі котлеттеріміз піскеннен соң кішірейеді. Дайын болған котлеттерімізді бургердің наны піскенге дейін морозилкаға салып қоямыз. Бургердің наны көтеріліп шықты. Енді формаларын жасаймыз. Қамырымызды 150 граммнан өлшеп, листқа салып қоямыз. Бетін жауып 10-15 минут күтеміз, қамырымыз көтерілгенше.
Сонда булочкаларымыз духовкада көтеріліп әдемі болып шығады. Бір жұмыртқаны араластырып бетіне жағып шығамыз. Бетіне кунжут себеміз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне булочкаларымыз көтеріліп, қызарып, пісіп шықты. Котлеттерімізді 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай котлетамыз сочный болып шықты. Бургердің арасына салу үшін помидор, қияр, пияз, айсберг керек болады. Айсбергтің орнына салаттың жапырағын қолдансаңыздар болады. Егер үйлеріңізде сыр болатын болса, сыр да қоссаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді бургерімізді жинаймыз. Бургерімізді екі бөлікке осылай ортасынан бөліп аламыз. Сосын табада екі жағын да қызартып аламыз. Міне осылай мен қызартып алдым. Соусына кетчуп, майонезді осылай араластырдым. Бургердің нанының екі жағына да соусымызды 2 шай қасықтан салып, жағып шығамыз. Бірінші котлетті қоямыз. Помидор саламыз. Қияр саламыз. Пиязды қоямыз. Айсберг қоямыз. Екінші жағын бетіне жабамыз. Жеуге ыңғайлы болу үшін мен осылай ағаш таяқшаны ортасына қойып қойдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің бургерлеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Үй жағдайында барлығы қолжетімді заттардан жасалған. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл бургерді жасап жеп көргеннен соң басқа бургерді жегіңіз келмей қалады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз. Сонда видеоларымды бірінші болып сіз көре аласыз.